мен Қызылорда облысы Арал ауданы нөмірі 65 орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Сәрсенбаев Тағанбай Жамаладинұлы. Бүгінгі сабағымыз 7 сыныпта алгебра пәнінен алгебралық бөлшектерді көбейту және бөлу. Алгебралық бөлшектер дегеніміз А бөлінген Б түрінде бөлшек түрінде берілген бөлшекті алгебралық бөлшек деп атаймыз. Бұндағы айнымалы А, В нөлге тең болмайтын көп мүшелер болады. Жалпы рационал бөлшектер деп атаймыз бұл атауын. Осы рационал бөлшектер екіге бөлінеді. Бүтін бөлшектер және бөлшек өрнектер болады. Бүтін өрнектер деп бөлшектің бөлімінде айнымалы болмайтын өрнектерді бүтін өрнектер дейміз. Оны біз өтіп кеттік, білеміз. Бөлшектің бөлімінде 4, бөлшектің бөлімінде жоқ, сондықтан біз бүтін өрнек дейміз. Ал бөлшек өрнектер дегеніміз ол айнымалылы мән бөлшектің бөлімінде болады. Оны бөлшек өрнектер дейміз. Бөлшектің бөлімінде В айнымалысы отыр. Енді ары қарай алгебралық бөлшектерге айнымалылар қолдану, біз оның алдына алгебралық бөлшектерге қосу және азайту амалдарын орындап үйрендік. Енді біз бүгін көбейту және бөлу амалдарын орындаймыз. Ол үшін біз бұрыннан білетін алгебралық өрнектердің негізгі қасиетін білесіңдер балалар. Өйткені бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға көбейткенмен де, бөлгенмен де бөлшектің мәні өзгермейтін. Мысалға, А бөлінген Б деген бөлшек, Б-дан А деген бөлшектің алымында, бөлімінде С деген санға көбейткенмен бөлшек тепе-тең бөлшек болады. Бұндағы бөлшектің бөліміндегі В, С деген айнымалылар нөлге тең болмау керек. Енді біз білеміз, көп мүшелерді көбейткішке жіктеудің бірнеше тәсілдері бар екендігін. Мысалға, оқушылар білесіздер. Бірінші, көп мүшенің ішінде ортақ көбейткіш болса, оны жақсының алдына шығару, сыртына шығару. Екінші, біз үшінші оқу тоқсанында өтіп кеттік, қысқаша көбейту формулалары. Кейбір өрнектерді қысқаша көбейту формуласын пайдаланып көбейткіштерге жіктей аламыз. Және топтау тәсілімен де көбейткішке жіктей аламыз. Енді бірінші өрнекті көрейік. 3х-9 деген өрнек тұр, көп мүше тұр. Осы көп мүшені көбейткішке жіктеу үшін екеуінде де 3 деген көбейткіш бар. 3 деген көбейткішке жақын сыртына шығарса, көбейткішке жіктейді. 3-ті жақын сыртына шығарды, х-3. Екіншісі, m-нің квадраты -4 деген бөлме. Ол, білесіңдер, біз қысқаша көбейту формуласы. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы ол екі жақшаға жіктелетін. Мысалы, бірінші өрнектің орнында m-нің квадраты, екінші өрнектің орнында 4 тұр. 4 дегеніміз ненің квадраты? Яғни 2-нің квадраты. Сонда бұл екі жақшаға жіктеледі. Оны сіздер білесіздер. m-2, m+2. Үшінші, бұлда біз өтіп кеткеніміз қысқаша көбейту формуласын білесіңдер. 8 формула өттік, соның ең бірінші формуласы екі өрнектің айырмасының немесе қосылысының квадраты деген формуланы білесіңдер. Яғни, бірінші өрнектің квадраты, екіншіден бірінші және екінші өрнектің көбейтіндісі және екінші өрнектің квадраты. Бұл жерде бірінші өрнектің x-тің, екінші өрнекте 5-тің. 5-тің квадраты. Мінекей балар. x-5-тің квадраты. Ардынан қарай. Бөлшектерді қысқартуды да біз білеміз. Бөлшектерді қысқарту үшін бөлшектің алым мен бөлімінде бірдей көбейткіш болған жағдайда ғана қысқартылады. Ал көп мүше соған қысқартылмайды. Бұлай тұрғанда біз бөлшекті қысқарта алмаймыз. m-нің квадраты
minus 4 n plus 2 deyip tur. Köpmüşe türünde tur. Biz bulardı köpüşlerge jikteymiz. Köpüştün alımında kıskaça köpüştü formasını koldanıp m'nin kvadratı minus 4 deyip 2'nin kvadratı 2 jakşaga jikteymiz. N minus 2, n plus 2. Mine köpüşlerge jikteygenin keyin endi 2 köp uksas bir köpüşlerde kıskata alamız. Sözde n minus 2. Bu buçukta kıskatıldım. Onun bütün takımımız. İkinci örnekte de ölçüktün alımında 3x minus 9'tur. Bunda qanday köpüştürücünün amalını kullanamız. Bunda ortak köpüştü yakından sırtına çıkarıp amalını kullanamız. Yani 2 bölü 3 деген sanla, sol sanlı yakından sırtına çıkarırız. Sonunda yakşanın içinde x minus 3 x minus 3 bölümünde birinci köpüştür kıskarıp 3 kaldı. Üçüncü örnekte ölçüktün alımında 3 yakşanın içinde x minus 5'in kvadratını köpüştürücükleri tutup bırak ölçüktün bölümünde x kvadrat minus 10 plus 25 деген örnektir. Üçüncü tur. Bu üç müşerinin nesinde kıskaça köpüştür formasını faydalanıp bunu da çiftliyiz. O da x minus 2'nin kvadratı oluşturuyor. Bir de köpüştür kıskara 3 kaldı. Bu ölçüklerde kıskartıldı biz bundan biliriz. Eski sürücülerimiz. Bugünkü negizgi takırımız algebra ölçüklerini köpeytүү. Yani iki ölçükті köpeytкен кезде bugünkü negizgi ereje ölçüktün alım men alımını köpeytip alımına жатады, bölüm men bölüm köpeytip bölümüne жатады. Ölçüktün alımında a tursa köpeytilip a'sı болуп alımına жазылады, b da köpeytilip bölümüne жазылады. Bölüm amalı. Bölüm amalı. İki buçuk algebra bölçüktер bölünген кезде birinci bölçüktü өзін жазып қоямыз да, екінші бөлшекті керіге айналдырып көбейтеміз. Сонда керіге айналғанда екінші бөлшек с бөлінген д бөлшегіміз, д бөлінген с бөлшек көбейтіледі. Көбейткен кезде сонда а мен д көбейтіледі, б мен с көбейтіліп отырады. Дәрежеге шығару. Бөлшекті дәрежеге шығарғанда оның алымын да бөлімін де дәрежеге шығарамыз. Амалдарын орындап көрейік бірінші тапсырма. Бірінші санды өңдеп тұрып, 3-тен 1 санын 10 санына көбейту, бүтін санға. Бөлшекті санға бүтін санға өткенде бүтін сан бөлшектің алымына көбейтіліп жатады. Оны білесіздер. Ondan 3 oldu. Onu arada sana ayırırsak 3 bütün 3 terimde. İkinci bölçekte, araştırma bölçekte köbeytкен кезде бірінші қысқарту амалдары қолданып 5x пен 5x артымен қысқарып бір қалады. Үшінші бөлшекте де сол түрде. a плюс b, a плюс b қысқарып 3-ға қысқарады. Екі бөлшекті бөлетін болсақ, жаңағы бөлшекті бөлім ережесін қолдана болсақ, бірінші бөлшекті жазып, екінші бөлшекті керіге айналдырып көбейтеміз. 6x bölümü 19, köbeytilген y 9, s bölümü. Bu жерде қысқаратындар болса қысқарамыз, bu жерде қысқармайды ешқандай сандар, сондықтан оны көбейтіп жазамыз. Алымында 6x y қалып, бөлімінде 95 болды. Екінші бөлшек. Көбейту амалы. Алым мен алымы, бөлім мен бөлімі көбейтіліп, алым мен алымы көбейтіп алымына, бөлім мен бөліміне жазылады. Bu жерде қысқаратын болса, қысқартамыз. Bu жерде v деген айнымалы мен v деген айнымалы қысқарып, қалғанын жазамыз. 4a 3 қалды.
V пункт. Алгебралық өрнекті, алгебралық өрнекті бөлшекті. Бөлу үшін бірінші бөлшекті екінші бөлшектің керісіне көбейтеміз. Бірінші бөлшекті жазамыз, екінші бөлшекті керіге көбейтеміз. 8x ала шығып кетеді, а плюс бөлімнен шығады. Осы жерде бар енді қысқартатын көбейткіштерді қысқартады. А плюс бөлім, а плюс 8-ден 8 қалады. Ең соңында x қалады. Екінші тапсырма. Екі бөлшекті көбейту. Бөлшекті көбейткенде бұнда да оқшар алым мен алымы, бөлім мен бөлімі көбейтеді. Қысқарат болса қысқартамыз, қысқарт болса осылай көбейтеміз. Бірінші бөлшек мен екінші бөлшектің керісін көбейтеміз. Бірінші бөлшек 4 бөлімінде 5, екінші бөлшекте керіге айналдырып көбейтті. 7 бөлініп 9 алады. Осы жерде қысқаратын айнымалар мен сандар жоқ, сондықтан осылардың өзін көбейтіп жібереміз. Алым мен алым бөлім көбейтті. Лог пунктінде былай қарағанда екі бөлшекті қысқарта алмаймыз. Ол үшін бірінші бөлшектің алымындағы көп мүшелі көбейткіштерге жіктейміз. Ортақ көбейткіш екіні жақындасатына шығарамыз. Испан алым мен алым бөлім көбейтеді. Енді осы жерде ұқсас бірдей көбейткіштерді қысқартамыз. X пен X көбейткіші 4 пен 4 қысқарады. Сонда 2 бөлінген алым. Г пункті. Мұнда да көп мүшелерді көбейткіштерге жіктейміз. Бірінші бөлшектің алымындағы көп мүшелер ортақ көбейткіш қыды жақындасатына шығарамыз. Сонда 4 минус қалады. Екінші бөлшекте де бөлшектің алымындағы көп мүшелі көбейткіштерге жіктейміз. Яғни 2 қыны жақындасатына шығарамыз. Бұнда да 4 минус қалады. Енді алынан қарай екінші бөлшекті керіге айналдырып көбейтеміз. Сосын бірдей көбейткіштерді қысқартамыз. Екіден міне біздің бүгінгі сабағымыз осы. Тыңдағандарыңызға рахмет.